Қайырлы күн баршаңызға. Қазанда қуырылған ханымның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, үстіне жұмыртқа салып, тұз салып араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып кетпеу керек. Оның бетін жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Енді пиязымызды майдалап турап аламыз. Тұз қосып, оның үстінен қара бұрыш салып, одан соң зира қосамыз. Зираны дүкендерден алсаңыздар болады. Аз ғана фарш қосамыз, көп қосудың керегі жоқ. Жақсылап араластырамыз. Енді ашылған картобымызды турап аламыз. Пиязымызды да турап аламыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымызды жып-жықа қылып жайып шығамыз. Енді жұқалап жайылған қамырымыздың үстінен сұйық май құйып, жақсылап жағып шығамыз, видеодағыдай етіп. Оның үстінен начинкасын саламыз. Жақсылап жаю керек. Начинкасы көп болудың қажеті жоқ, бір телкі етіп жайылса болды. Енді ханым секілді етіп, осылай ораймыз қамырымызды. Және видеодағыдай кесіп шығамыз. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне сұйық май құямыз. Оның үстіне пияз салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Енді туралған картобымызды салып, оны да жақсылап қуырамыз. Татымына қарай тұз, зира қосамыз. Енді үстіне туралған ханымдарды тізіп қойып шығамыз. Қамырларды бір-бірінің үстіне қоюға болмайды, жабысып қалады. Үстінен су сеуіп, бетін жауып қоямыз 10 минутқа. Енді сол уақытта екінші қамырын жайып, тура бағанағыдай етіп кесіп шығамыз. Енді қамырымызды көреміз. Қамырымыз сәл қатуы керек. 10 минут тұрған соң, енді үстінен екінші қамырымызды қойып шығамыз.
бұның үстінен де су сеуіп, астын баяу қойып 30 минут көлемінде пісіреміз. Бетін ашуға болмайды. Міне тамағымыз дайын. Барлығымызға ас болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Барлығымызға ас болсын.